Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен 20% сливкиден мороженое болады или болмайды тексеріс ретінде осындай видео түсірдім. Негізінде көбісі барлығы дерлік 33%пен мороженое жасайды. Ал 20%-тен көрейік бірге, достар, шығады или шықпайды. Ендеше міне көріп тұрғандарыңыздай ыдысымызға сливкиді құйып алдық, және де из сгущенка, яғни қоюлатылған сүтімізді құйып аламыз. Және ақырындап миксерлейтін боламыз. Мен барынша миксерлеп көрдім, ешқандай да артық көпірмейді екен. Яғни 33%-тік сливкиде ол көбік болады. Жаңағы алғашқы қоюлатылған сүттің жарты бөлігін қостым, кейіннен миксерлеп жатып тағы да қалған бөлігін қостым. Осындай из сгущенканы пайдаландым, және Простоквашиноның 20%-тік, көріп тұрғандарыңыздай 20%-тік сливкиді пайдаландым. Қанша оны миксерлегенмен де ол ешқандай да көбікке айналмайды екен. Енді сол бар болғаны екі зат қана, яғни қоюлатылған сүт пен 20%-тік сливки, екеуін миксерлеп, кішкене араластырып миксерлеп, осындай ыдыстарға, контейнерлерге қойып, морозильникке кемінде 3-4 сағаттан ары сондай ұзағырақ уақытқа қалдыратын боламыз. Мен өзімде алғаш рет жасап тұрмын. Арада уақыт өтіп, кемінде 4 сағаттан ары уақыт өтті. Барлығы дерлік толықтай мұздап қатты. Мен осындай жаңағы мороженое алатын ыдыспен көрдім. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл құралмен мүлде алынбайды екен. Көріп тұрғандарыңыздай кішкене қаттылау осылай болып шықты. Және мен оны пышақпен бірнеше бөліктерге бөліп көрдім. Пышақпен ақырындап кесіп аламыз. Енді морозильниктен жаңа шыққан соң кішкене қаттылау болып тұр. Пышақпен өстіп кесіп алдым. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып кесіліп жатыр. Байқап қарасаңыздар, өте әдемі. Яғни 20%-тік сливкимен де осындай керемет балмұздақтар шығады екен, достар. Маған жұбайыма, әсіресе жұбайыма өте қатты ұнады. Әрдайым осындай мороженойлар жасап тұр деді. Қазіргі осындай күннің аптап ыстығында қол жетімді осындай сливкиді пайдаланып, бар болғаны екі ғана заттан тұратын осындай кереметтей мороженойды жасап, отбасыларыңызды, балаларыңызды қуантып, күннің ыстығында осындай кереметтей мороженойларды үй жағдайында жасасаңыздар, осындай керемет болып шығады. Ал достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қолдай кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.